киста, миома, эрозия дейді, барлығы немен байланысты оның барлығы эндокриндік бұзылыстар әйелдегі. Этикр циклының уақытылы келмеуі, жаңағы инсулин резистенттікке тәуелділік, кішкене артық салмақтың болуы, жаңағы образ жизнь дейміз, немесе анасы жағынан генетикалық ерекшелікке де өте байланысты. Анасының тұқымымен, соның генетикасымен берілетін қыздарда өте көп. Бағдарламаның басында менопауза туралы айтып кеттіңіз, мен айттым ғой, қайта тоқталамыз. Менопауза неше жаста басталады? Қазір жасарып жатыр ма? Мен сізге айтайын, менің алдыма 25 жаста этикр тоқтаған қыз келді. 25 жасында, иә, тұрмысқа енді шыққан, баласы жоқ, этикр циклы 3 ай бойы жоқ деп қарасақ, жаңа фолликуля стимулирующий гормон дейміз, немесе УЗИ бойынша антральды фолликула дейміз. Бізде аналық без бізге жұмыс жасайды, өрбу үшін жұмыс жасайды. Ай сайын этикр келуі біздің аналық безіміздің потенциалын көрсетеді. Егер этикрмен соқтап қалса, міндетті түрде біз қосымша зерттеу арқылы нақты диагностика қоятын болсақ, ол адамға ағзада бөлінбеген, тоқтап қалған аналық бездің қызметін сырттан препарат қабылдау арқылы коррекция жасап, әйелдің сапалы өмір сүруіне, мына аяқ қолының қисайып остеопорозға ұшырамауына, депрессияға кірмеуіне, жалпы жыныстық ағзалардың атрофияға ұшырамауына біз мүмкіндік жасаймыз. Сол үшін бізде эстетикалық гинекология немесе анти-эйдж деген бүгінгі тренд содан шыққан. Ал бір кезде біздің ерте қартаю процесі. Әрине. Әйелдің этикрі жоқ болса, эстроген жоқ болса, әйелдің әдемілігі жоқ. Ал эстроген мен прогестеронның концентрациясы тепе-теңдігі бұзылса, әйелде стресс, әйелде депрессия, әйелде прилив. Алғашқы белгілері қандай? Алғашқы белгілері көптеген әйелдер этикр тоқтағаннан кейін 3-тен 6 айға дейін жаңағы түнімен ұйықтай алмау, қорқу сезімі, прилив дейміз, тершеңдік, әркімде әртүрлі өтеді. Біреуіне мүлде болмауы мүмкін ол симптоматика. Сондықтан біз міндетті түрде әйелге түсіндіреміз. Бүгінгі таңдағы гинекологтардың да жалпы деңгейі жоғары ғой, сауаттылығы. Шетелде оқып келіп жатқан қаншама маман бар. Өте жақсы ақпарат кеңес беру арқылы әйелдеріміздің өмір сапасын 70-80-ге дейін біз жақсартуға тырысамыз. Сол 40-тағыдай сезіну үшін біз мүмкіндігінше қосымша орын басушы гормоналды терапия берумен қатар анти-эйджді қосып береміз, сонымен қатар поливитаминдарға отырғызып қоямыз.